Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, тыңдаушылар. Мына философия пәнінің алғашқы тақырыбын бастағалы отырмыз, ойлау мәдениеті. Осы ойлау мәдениетіне келмес бұрын жалпы философия туралы пән қандай пән, соны бір қысқаша сіздерге айтып өткім келіп отыр. Философияны бір сөзбен айтқанда адам туралы пән дейміз. Сіздерге қосымша философия пәнімен бірге әлеуметтану деген, социология деген пән өтеді. Бұл қоғам туралы пән. Қоғам тұрған жерде адам болады, қарап ойланып отырсаңыздар, мектеп программасынан да, бұл жоғарғы оқу орнының программасына дейін де белгілі, адам болған жерде қоғам болады, қандай қоғам болса да. Яғни адам туралы пән болып табылады екен философия пәні. Енді адамның пайда болуына қарай келсек, адамның пайда болуы туралы мына сұрақтармен сіздерді таныстырмай ақ қояйын, алдарыңызға тұрған сұрақтарға байланысты келсек, адамзат баласының пайда болу туралы мектепте сіздер антропоценез кезеңі деп өттіңіздер. Бұл философия тілімен айтқанда жануарлар әлемінен адам қатарына өту кезеңі болып табылады. Енді ғылыми тұрғыда мына біз келешекте латын графикасына қарай өтуіміз керек деп отырмыз ғой. Сол тұрғысынан келгенде сіздер мектепте тас, қола, темір деп өтсеңіздер, біз ғылыми тұрғыда Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens кезеңдері деп бөлеміз ғылыми тұрғыда. Жоғарғы оқу орнының мақсатының өзі ғылыми біліммен сіздерді сусындату ғой. Енді Homo habilis тік түзу жүретін адам, Homo erectus іскер шебер адам, Homo sapiens саналы адам деген сөз. Саналы адамға, яғни Homo sapiens кезеңінде не пайда болды? Коммуникатив сигналдар күрделене келе тіл пайда болды дейміз. Инцестке қарсы күрес пайда болды. Бұл қан алмасушылыққа қарсы күрес деген сөз. Каннибализмге тыйым салына бастаған кезең, яғни адам етін азық етуге тыйым салыну алғашқы моральдық қарым-қатынастардың бастаулары болып табылады. Археологиялық қазбалар негізінде жеке-жеке күркешіктердің табылуы бұл семьялық қарым-қатынастың өрбігенінен мәлімет береді екен. Енді коммуникатив сигнал дегенге қалай түсінуге болады? Homo habilis, Homo erectus кезеңінде коммуникатив сигналдар арқылы түсіністі дейміз ғой. Бұл коммуникатив сигналдар дегеніміз, бұл сигнал дыбыс шығару арқылы, қимыл әрекет жасау арқылы түсінісу болып табылады екен. Мынау қазіргі кезде тілдің шарықтап дамыған кезеңіне келіп отырсақ та, сонау ата-бабаларымыздан қалған, ежелден қалған коммуникатив сигналдардың белгілері бар. Мысалы, бір ғана мысал келтірсек, сәлемдесу арқылы біз бірін-бірімізге жүрегіміздің жылы сезімін білдіріп жатамыз. Әр елде сәлемдесудің әртүрлі түрі бар. Әртүрлі жаңа қимыл әрекеттердің әртүрлі мән-мағына беруі әртүрлі тілдің қалыптасуына алып келген екен. Енді бір ғана мысал келтірсек, енді өздеріңізге тыңдарман қауымға белгілі біздің сәлемдесуіміздің түрінің қандай екендігі. Енді Африкада мысалы қазір кезеңдерде амандасқан кезде екі құлағын қимылдатып бірін-біріне тілін шығарады екен. Ал бізге ол бір мазақтаған сияқты болып көрініп жатады. Яғни дыбыс шығару, ысқыру, көз қысу, бас шайқау осы күнде де бар. Тіптен жоқ деп айтудың өзінде таңдай қағып жататын жағдайлар кездеседі. Мұның барлығы да коммуникативті сигналдардың белгілерінің қалғанына мәлімет береді екен. Енді жаңа айтып кеттік, Homo sapiens кезеңі саналы адам деген мән-мағынаны білдіреді деп, енді мынандай бір сұрақ туындайды. Жануарлар әлемінен адам қатарына қосылу кезеңінде жалпы жануарлардың адамнан айырмашылығы не деген сұрақ туындайды? Жануарлардан адамзат баласының айырмашылығы адамның армандай білуінде. Арман рухтың фантазиясы деп айтуымызға болады. Рухани дүние, рухани байлық, руханилық деп жатамыз ғой. Мысалы, көп кездеседі ғой осы дүниелі сөздер. Осының барлығы жаңағы адамзат баласының мынау жан дегенге сай келетін ұғым екендігін білдіреді. Рух енді діни философиялық ұғым ретінде қабылдасақ, философиялық мағынасында рух материалдық бастамадан тысқары идеалдық дүние екендігін білдіреді. Діни мағынасында рух мәңгілік жан ұғымымен тығыз байланысы болып тұрады. Рух жаңағы сөзінен туындаған руханилық ұғымы таза адами ұғым болып табылады. Оның барлығын
кез келген оқулықтардан тереңірек оқып танысып аласыздар. Менің философиялық тұрғыдан бір айтатыным, рух деген жан дегенге сай келетін ұғым. Адамзат баласы дүниеге келгенде мәнмен дүниеге келмейді, жанмен ғана дүниеге келеді. Мәнге жүре келе ие болады. Жақсы, жаман деген сияқты әртүрлі мәнге. Мысалы, осы жаста сіздердің тыңдарман қауымның жасында біз мысалы 65-тан алқымдап қалған, осы жалпы жұмыс істеп, білім алып жатқан, кәмелеттік жастан асқан әрбір адамзат баласы әйтеуір бір мәнге ие. Жақсы, жаман деген сияқты. Қу, өтірікші болып жатады, біреуі тағы басқа әртүрлі мың сан мәнге иеміз. Адамзат баласы дүниеге келгенде жанмен ғана толады екен. Енді бұл жан деген ұғымға байланысты қарап отырсақ, көп деген пікірлер айтылып жатады. Философиядағы бір үлкен ұғым бұл жан деген ұғым. Үнді философиясында адам жан ғарымдерге бөлінеді дейді, бұл атомдарға бөлінеді деген сияқты. Қазақ дүниетанымында Шәкәрімнің үш анық деген ұғымнан да осы жан деген ұғымға үлкен мән берілгендігін байқауымызға болады. Көптеген ақындардың, ойшылдардың, философтардың еңбектерін көптеп айтуымызға болады екен. Оған өз беттеріңізше ізденіп көптеген еңбектерді мен танысып біліп оқуларыңызға болады. Енді адамзат баласының жануарлардан басты айырмашылығы жаңа армандай білуінде дедік қой. Осы арман қиялдың негізінде адамзат баласында мен кіммін, мен қайда бара жатырмын, мынау тіршіліктің барысы қайда бара жатыр, өмірге келу бар, кету бар деген сияқты өзіндік бір ұғымдық ойларда болады. Осының өзі дүниетанымдық көзқарасты білдіреді. Мынау адамзат баласының әрбір өмір сүрген заманына лайық өзіндік көзқарастарын танытып жатады. Өз заманынан озық туған адамдарды замандастары түсіне бермейтіні белгілі ғой. Абайды да замандастары түсінген жоқ. Сол сияқты Гераклиттің де бір өзенге түсуге болмайды, екі рет бір өзенге түсуге болмайды деген замандастар түсінбей, бұл өзі түсініксіз адам деген атауға ие болған екен. Сонда ол өзенді неге теңеп отыр? Өзенді ағынды суға теңеп отыр. Өзен ағынды су ғой. Бір көлге екі рет түсуге болмайды деген жоқ, бір өзенге екі рет түсуге болмайды дейді. Яғни өмірдің ағып өтіп кететіндігін, сол өмірді дұрыс өмір сүре білу керектігін түсіндіргісі, айтқысы келгендігін байқауымызға болады. Сол сияқты көп деген біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдықта өмір сүрген Қытай философы Конфуцийдің де Лун Юй деген еңбегінен алуымызға болады көптеген мәліметтерді. Сол кезеңдерде мысалы Конфуций өмір сүрген кезде жазусыз болған жоқ, бірақ өз мектебінде көптеген жаңа шәкірттер келіп, кез келген сұрақты қойып адамға қатысты. Қандай жағдайда біз жақсы адам боламыз, немесе достықтың қандай түрлері бар, жамандық істеген адамға не істеу керек деген сияқты кез келген адамзат өміріне байланысты сұрақтарды қойып, соған жауап алу арқылы шәкірттерінің ұрпақтан ұрпаққа айтуы негізінде Лун Юй деген еңбегі біздің қолымызға жетіп отыр. Мысалы, оның қазақшасы бар, Мұхтар Мағауиннің аударған, тағы басқа көптеген ойшылдардың аударған еңбектері бар. Енді бұл дүниетанымдық көзқарастың алғашқы формасы туралы қазір екінші лекцияда айтамыз. Енді бүгінгі мынау бірінші лекциямызда жалпы философияның пән қандай пән, философияның негізі қайда жатыр деген сияқты сұрақтар төңірегінде ой қозғап, философия адам туралы пән дей отырып, адамның пайда болу туралы көзқарасты қысқаша айтып кетуді мақсат еттік. Енді сіздерге екінші лекцияда, келесі лекцияда кездескенше қош сау болыңыздар деп айтамын. Жақсы, рахмет.